Ассаламағалейкум, қадірлі көрермен. 5 аяттан тұратын Қадір сүресінде осы түн туралы айтылған. Ол түні Алла әмірімен жер бетіне Жәбірейіл періште түсіп, адамдарға қызмет етеді, және таң атқанша тыныштық болады. Осы түні құлшылық жасап, шынайы ниет еткен адамның барлық күнәсі кешіріледі. Иә, бұл қасиетті Құран кәрім түскен Қадір түні. Сүйікті пайғамбарымыз Алла Қадір түнін үмбетіме сый ретінде тарту еттім. Бұл бұрынғы үмбеттерге берілмеген. Басқа уақыттарда әрбір жақсылықтың сауабы 10 есе болса, Ережеп айында 100-ден асады, Шағбанда 300-ден асып, Рамазанда 1000 есе артады. Жұма түндері 1000 есе асып, Қадір түнінде 30 000-ға дейін жетеді деген. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүкіл адамзатқа Құран түсе бастаған ерекше және қасиетті түннің Қадір аталуының да себебі бар. Араб тіліндегі Қадір сөзі мән маңыз және өлшем деген мағынаны білдіреді. Сонымен қатар бұл сөз құдірет мағынасында береді. Осыған байланысты хадисте айлардың қайырлысы Рамазан, күндердің қайырлысы Жұма, түндердің қайырлысы Қадір түні екен айтылған. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қасиет Қадір түні құтты берекелі қайырлы болсын. Бұл Қадір түнінің қадірлігі неде? Бұны Алла Тағала өзі Құран кәрімде белгілеп берген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Қадір сүресін Алла Тағала түсірген. Онда былай деп келтіріледі: Астағфируллах, инна анзалнаху фи лайлатил қадр. Біз Құранды Қадір түнінде түсірдік. Яғни Қадір түнінің қасиеттілігі ең негізгісі біреуі ол Құран Қадір түні түсе бастаған. Екінші, уама адрака ма лайлатил қадр. Қадір түні екенін білесіңдер ме? Лайлатил қадри хайрун мин алфи шахр. Қадір түні ол 1000 айдан да қайырлы. Қадір түнінің негізгі мағынасы, қадір ол тағдыр бір мағынасы. Өйткені Қадір түнде пайғамбарымыздың хадистері бойынша адам баласына 1 жылғы тағдыр жазылады. Халқымыз әр келгенді қадір біл, әр түніңді қадір біл деген. Расында осы түні жасаған ғибадат құлшылықтың сауабы 1000 айға, яғни 83 жылға тең болады. Бұл мүміндер үшін үлкен нығмет. Қадір түнінде бір рет Қадір сүресін оқу, басқа уақытта Құран кәрімді хатым еткеннен де артық сауап. Қадір түні бір рет Субханалла, бір рет Әлхамдулилля, бір рет Ла илаха иллаллах деп айту 700 000 тәсбих, тахмид және тахлилден құнды болады. Бұл түні қой сауымындай уақыт намаз оқу, ғибадат ету, 1 ай барлық түндерді таңға дейін ғибадат етуден де құнды делінген. Ал Қадір түнін қарсы алған әр мұсылманға не парыз? Жалпы қасиетті түнді қалай өткізген дұрыс? Енді қасиет Қадір түнінде не істеуіміз керек? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан Хазірет Айша анамыз сұраған. Қадір түні қандай дұға жасайын дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деп үйреткен екен: Аллахумма иннака афун тухиббул афва фаъфу анни. Аллахым, сен кешірімдісің, Аллам. Кешіргенді өте жақсы көресің. Менің жаңа өткен, кеткен сен күнәларымды кешіре көр деген осындай мағынада. Осы дұғаны қайта түнімен осы таң атқанға дейін қайталап, көбірек қайталаған абзал. Екінші, өткен жаңағы намаздардың қазасы болса, осыны өтеу керек екен. Егер қаза намаздары жоқ болатын болса, онда нәпіл намаздармен құлшылық жасайды. Құран Қадір түніне түскендіктен Құран қайталап құлшылық жасаса болады. Иә, кейбір адамдар Қадір түнінде Қадыр ата келеді деп сенеді. Бірақ бұл ешқандай діни негізі жоқ. Тек аңыз екенін ескерсек екен. Ғұламалар ғибадат үшін ең жақсы түн Қадір түні, ең қорқынышты түн қабірде болатын түн деген. Ендеше ең жақсы түнде, ең қорқынышты түн үшін дайындық жасаған адамға сүйіншілер болсын.